қазақ халқы жалпы салт дәстүрге бай халықпыз ғой. Біреу сүйінші сұрап келсе, оған сүйіншісін беру, мысалға бәйге, көкпар, мысалға қыз қуу, тиын алу деген бүткіл ойынның түрлері мысалға бізде қазақ халқында бар. Ислам діні осыларға рұқсат ете ме? Кейбір бауырларымыз бірден кесіп айтады. Мынау пайғамбардың жолымен ғана жүру керек, Құранмен ғана жүру керек деп кесіп айта отыра, кейбір кездерде осы шынымен пайғамбарымыз дәстүрлерге, дәстүрлік сондай ойын салттарға қалай қарағандығын аңғармай кетеді. Кейде өзінің бір белгілі бір нәрсесін айтып қойғаннан кейін, яғни мысалы мынау болмайды деп қойғаннан кейін, мына пайғамбарымыз былай жасағаны бар екен ғой десе, оны дереу жорамалдап кетеді. Мүмкін ол былай жасалған шығар, қазір болмайды, немесе мүмкін ол пайғамбардың өзінің ерекшелігі шығар, қазір болмайды деп кесіп алып тастауға тырысады. Пайғамбардың заманында эфиопиялық, Хабашстан дейміз ғой, эфиопиялық ағайындарымыз сол Мадинада тұрған екен. Енді құлдыққа келгендері бар, басқалар бар, сол қара нәсілді халық қой. Сонда пайғамбарымыз сол қара нәсілді, сол эфиопиялықтардың найза ұстап билеген биін Айша анамызға көрсетіп, тіпті мешіттің ішінде билеуге рұқсат бергендігі бар. Кәдімгі қолына найзасын алып, жаңағыдегі арнайы бір қимылдар жасап, би билеген солар. Соны пайғамбарымыз өзінің әйелі Айшаны жанына ертіп келіп, соны көрсетіп, қалай екен, қызық бекен деп әптен қызықтатып, бірге сөйлесіп, соны көріп қайтқан. Енді қарасаңыз, бұл бір жағы бір мәдени, енді баяғы заманның бір театры десек те болады ғой. Жаңағыдегі бір театрға барғандай, соның бір халықтың өнерін көріп, соған аздап тәнті болып, қызығып қайту. Ол әлбетте жұрттың биі, немесе соның бір ұлттық спорт ойындары сияқты ойындар, бұл біздің шариғатымыз үлкен қайшы келмейді. Себебі кейбір бауырларымыз айтады, мысалы көкпар тарту бұл атты қинау болады, атқа зорлық болады, ал дініміз хайуанатқа мейірімді бол деген, сондықтан көкпар деген ол арам болады, көкпар деген дұрыс емес болады дейді. Негізі бар ғой, көкпардың дұрыс емес жерлері бар. Қазіргі кезде кейбір бауырларымыз көкпарды кәдімгі жұрттан мал жинауға айналдырғандай. Яғни бір палуанды алып, жанына 3-4 бұзық жігіт жиналып алады да, мына кісіден көкпар тартып алсаң, жаңағыдегі төбеңді көкке жеткізем деген сияқты, немесе сондай бір қатты қорқыту әдісіменен мал жинап жүреді көкпарға. Енді ол қарасаңыз, енді оның көкпардың дәмі қалмағандай ғой. Адам енді ол жерге жұрттың барлығы келіп, өзінің рахатыменен ойнап, жұрттар күшін көрсетіп, өзінің несін көрсетуден қалады. Сондай кездерде, кейбір кездерде сондай көкпарға тіпті тамашалағыңыз да келмей қалады. Енді халықтың арасындағы көкпарлар ғой, кейде осындай болып та жатады. Ол дәмін кетіру, әлбетте бұл тыйым салынатын нәрселер. Бұл арам нәрсе. Ондай қылу қалай болады? Біреуге зорлықпенен жаңағыдегі бірақ адам ғана сол көкпардың салымын салып жүреді. Осындай нәрсе әлбетте арам. Ал көкпардың өзі ер жігітті мықтылыққа үйрету керек. Әлбетте шариғаттың заңын, әдебін сақтау керек о жерде де. Яғни өзгенің абыройына, өзгенің жаңағыдегі малына қиянат жасау үлкен нәрсе болады шариғатымызда. Мысалы дейік, біреудің атын жаңағыдей әдейі шаппасын деп бір жерін түйреп, немесе бір қандай да бір қиянат жасау, бір жерін жаңағы ер тұрмандардың бір жерін кесіп қою әдейілеп, немесе екінші адам жаңағыдегі қиналсын, шаппасын деп жаңа көкпардың несін өзіне байлап алу, жаңа лағын сияқты нәрселер шариғатымызда да тыйым салынбақ түгіл, халқымызда бұған тыйым салған. Қарапайым халқымыз Алланың заңын қоя тұрып, мына халықтың өзінде де әділеттік деген нәрсе бар ғой деп онан тыйым салған. Сол сияқты көкпар адамды жақсылыққа жетелесе, оның ешқандай зияны жоқ. Ол бәлки ер жігітті атқа қонуға, тіпті анау қолыменен төменде жатқан ауыр затты көтеріп алуға не деген күш жұмсайды. Сол ептілікке үйреткеннен кейін бұл бір өнер. Бұл бір мысалы, енді әкелеріміз айтып отырады, мына футбол деген мынау Европа халқының көкпары, біздің көкпарымыз футбол емес, біздің көкпарымыз кәдімгі аттың үстіне мініп алып лақты таласу дейді. Сол сияқты ұлттық дәстүрлі ойындар болса, мысалы күрес болса, ол құба-құп нәрсе. Өйткені Омар халифадан бір сөз бар.
ұлдарыңызды, қыздарыңызды, балаларыңызды жүзуге, мылтық атуға, ат мінуге үйретіңіздер деген сөз бар. Ол енді себебі анау спорттың түрі ғой енді. Анау аттың үстінде отырып ары бер жаңағыдай қимыл не қылады. Мылтық ату деген енді ол заманда әлбетте керек, мүмкін шай тамағын табуға, аңшылыққа, далада дүзде қалып кетсе енді өзін қорғауға сияқты нәрселер ғой. Сол сияқты малтуға, жүзуге үйретіңдер дегені де, мысалы араб халқы ен далада өскен, ол жерден өзен, қысқа сулардың өзі жай ғана кездеседі, зорға кездеседі. Сондай кездерде кейбір арабтар тіпті өзеннен кешуге қорқады екен. Ана суға батып кетем деп, ол тізеден кесе де. Сондай нәрсені жою үшін осы балаларыңызды, қыздарыңызды малтуға, жүзуге үйретіңіздер деп үйретіп кеткен пайғамбардың тәлімін көрген Омар халифа. Сол сияқты ұлттық спорт ойындары ұлттық дәм беретін болса, және ол адамның абыройына, мал жанына қиянат жасамайтын болса, әлбетте ол құба-құп біздің шариғатымызда қабылданады.